Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгін сіздерді 5-ші сынып оқулығының 2-ші тақырыбы бойынша дайындаған тапсырмаларыммен таныстырамын. 2-ші тақырып мектеп өмірі, әдепті бала, арлы бала деп аталады. 3-ші 4-ші сабақ қазақ тілі мен әдебиеті кабинеті 2-ші қабатта. Осы сабақ бойынша берілген 4-ші тапсырманы қарастырып көрейік. Тапсырманың шарты: керекті сөзді жазыңдар. Оқушылар берілген сөйлемдегі торкөзді басқанда, осы тапсырмада берілген торкөздердің орнына қоюға тиісті барлық сөздер шығады. Сол сөздердің ішінен тиісті сөзді тауып, сөйлемді толықтырады. Бүгін Әлібек мектепке ерте келді. Ол 2-ші қабаттағы қазақ тілі мен әдебиеті кабинетіне барды. Кабинет үлкен әрі жарық. Терезеге әдемі перде ілінген. Терезеден орталық көше көрініп тұрады. Кабинетте интерактивті тақта, компьютер, шкаф бар. Сөрелерде әдеби кітаптар, сөздіктер, үлгілі дәптерлер, грамматикалық кестелер жатыр. Бұрышта қазақ халқының салт дәстүріне байланысты көрме жасалған. Көрмеде киіз үйдің макеті, ыдыс-аяқ, сандықша бар. Олар өте әдемі. Қабырғаға ақын жазушылардың суреттері мен тіл әдебиет туралы айтқан сөздері ілінген. Тапсырманы тексереміз. Тапсырма дұрыс орындалды. 7-ші 8-ші сабақ қожа әдепті бала. Осы сабақтар бойынша 6-шы тапсырманы қарастырып көрейік. Бұл тапсырма Google формада орындалады. Оқушылар аты жөндерін жазып, семантикалық картаны толтырады. Яғни, сын есімдерді мағынасына қарай ажыратады. Белгілі, сүйікті, ықшам, жағымды, үлкен, жарық, әдемі. Тапсырманы орындап болғаннан кейін жөнелту батырмасын басып, жинаған ұпай сандарын тексереді. Оқушының жауабы мұғалімнің Google дискісіне келіп түседі. Жауаптар бөлімін басып, міне, бір оқушының жауабы келіп түсті. Оқушының қай сұраққа дұрыс, қай сұраққа бұрыс жауап бергенін тексереді. Осы сабақ бойынша берілген 7-ші тапсырманы орындап көрейік. Тапсырманың шарты: қате жазылған сөздерді тап. Яғни, берілген мәтіндегі қате жазылған сөздерді анықтау керек. Атының, айтады, істің, шынымды, қожамын, үлкен. Тексереміз. Тапсырма дұрыс орындалды. 11-ші 12-ші сабақ қожа мектепте. 2-ші тапсырма: тест сұрақтарына жауап бер. Оқушы мәтінді оқып болғаннан кейін мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді. Бұл тапсырма Flippity сервисінде орындалады. Оқушы аты жөнін жазып, берілген сұрақтарға жауап береді. Ол нешінші сыныпта оқиды? 5-ші. Ол түстен кейін қайда барады? Үйірмеге. Сабақта қай тілде сөйлейді? Қазақ. Ол мектепке сағат нешеде барады? 8-де. Қазақ тілі мен әдебиет сабағы аптасына неше рет болады? 5 рет. Оқушы барлық сұраққа дұрыс жауап берген жағдайда аты жөні жазылған сертификат алады. 13-ші 14-ші сабақ нәтиже сабақ мен не үйрендім? 1-ші тапсырма: сұрақтарды оқып, дұрыс жауабын тап. Бұл тапсырма Wordwall сервисінде орындалады. Оқушылар берілген сұрақты оқып, жауап нұсқаларының ішінен дұрысын табады. Бердібек Соқпақбаев қай жерде дүниеге келген? Алматы облысы, Нарынқол ауданында.
Бердібек Соқпақбаев қай жылы туған? 1924 жылы. Бердібек Соқпақбаев қай жерде мектеп бітірген? Қостөбе ауылында. Менің атым Қожа повесі алғаш рет қай жерде жарық көрді? Мәскеуде. Менің атым Қожа фильмінің режиссері кім? Абдолла Қарсақбаев. Ойын аяқталғаннан кейін оқушының қанша сұраққа дұрыс жауап бергені және жауап берген уақыты көрсетіледі. Бұл сервистің ұтымды тұстарының бірі, бір тапсырманы оқушыларыңызға 13 түрлі әдіспен ұсына аласыз. Қазір кез келген бір әдісті ашып көрейік. Міне, жаңағы тапсырма, бірақ басқа әдіспен берілген. Сұрақты оқып, оқушылар жауап береді.